Міндетті түрде Алланың қалауымен әр үйде бір ақша табатынды жаратып қояды екен Алла Тағала. Әр үйде бір ақша тапқыш болады екен. Неге? Басқалардың бәріне сол арқылы береді екен Алла Тағала. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисінде айтады, сендердің әлсіздеріңнің себебінен жаңағы жігітке Алла Тағала дүние беріп жатыр дейді. Әр үйде бір адам дүние тапқыш болады екен да. Сол жетектейді екен бәрін. Ал енді сол беріп тұрған болса, Алла Тағала одан дүниені алмайды екен. Ал егер жаңағыдай жан-жақтан кеп, неғыдан келіншегі шықса, біз өліп тұрып жұмыс істейміз, сен інілеріңе, аға, әпке, қарындасыңа бересің, ата-анаңа бересің деп жан-жақтан. Сол кезде жаңағы ақша тауып атқан жігіт, бәрің жанға тидіңдер, өздерің күндерің, өздерің күніңдер көріңдер дейтін болса, Алла Тағала дүниені басқа біреуге ауыстырады екен ғой. Басқа біреу дүние тапқыш болып кетеді екен әнеді. Неге? Анау шыдай алмады да. Бергеннен адам кедей болмайды ғой. Бергеннен адам қайта бай болады.